Ассаламу алейкум. Оразаларыңыз қабыл болсын. Тұтқан оразаларыңыз Аллах Тағала иншалла баршамызды осы жәннаттағы Раян деген есіктің артынан кіруімізді Аллах Тағала нәсіп етсін. Ертең қияметте Аллах Тағала ораза тұтқандар бар ма деп Раян деген есіктің артына сол жерге кіргізеді екен. Ол Раян деген есіктің артында не бар екен тек бір Алла біледі. Ешқандай періште ешкім білмейді. Ол Аллахтың бізге дайындап жатқан сый-сияпаты, мәңгілік бақыт. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын, және де намазды бүгін бастап жатқан адамдар өте көп маған әйелдер жазып жатыр. Аллах Тағала ниеттеріңіз қабыл қылсын, дуа тілектеріңіз қабыл қылсын. 5 уақыт намазды бастадыңыздар. Намаз бастаған оразада деген өте керемет. Жаңағы ауызбіляқ шайтандар болмайды. Тағы да айта кетейін, намазды оңай бастап кетесіздер. Бұл үлкен шанс. Осыны пайдаланып алыңыздар. Осы неде намаз бастап кетіңіздер. Мен намаз оқымаймын, маған намаз оқуға болады деген ойды тоқтатыңыздар. Кабутта ол сіздің меншігіңізде сияқты да, мен қазір оқи салсам болады, кейін оқи салсам болады. Жоқ, ол сіздің меншігіңізде емес. Аллах Тағала парыз етті ауадай. Сіз ауа жұтпасаңыз тұра алмайсыз өміріңізде, дұрыс па? Өмір сүре алмайсыз. Сол сияқты ауадай намаз да парыз, мына орамал да парыз. Намаз оқымауға сізде ешқандай не жоқ, мүмкіндігіңіз жоқ, не имеете права деп айтайыншы, солай түсініктірер болар. Егер де сіз намаз оқымай, орамал тақпай жүрсеңіз, енді мен әйелдерге тек қана сабақ берем ғой, онда ертең пинайте на себя. Ертең қияметке барған кезде Алланың жауап бересіздер. Ол кезде ешкім сіздерге көмектеспейді. Енді қыздар, мен сіздерге бір оқиғаны айтып бергім келіп тұр. Бір қыз маған оқиғасын айтып берді. Менен толықтай сол оқиғаны сіздерге айтуға тырысамын. Ол қыз 8 жыл деді ма, 9 жыл деді ма, бала көтере алмаған екен. Сөйтіп өзі намазда екен 5 уақыт. Сөйтіп нәпіл намаздарды оқып жүрген. Сөйтіп дұха намазын жақында оқуға бастапты. Жаңа 4 ракатын, жаңа фарыздармен, мынандай сүрелермен бірге бар ғой. Ұзақ-ұзақ сол дұха намазын оқып жүрген екен. Содан кейін ол мен 2 қабат болған кезде роддомда халат киемін деп сол бір халатын жаңа күйінше тығып қойған екен, сол ниеттеніп. Сөйтіп сол қанша ай сайын тест алады, болмайды, қиналып кеткен. Сөйткенде қойшы бір Аллаға тапсырын, болса болсын, енді болмаса бір Алла біледі өзі деп жаңа халатын киіп алған ғой, жаңа халатын тығып қойған, пәлен жыл тұрған халатын киіп алғанда енді ішіндегінің барлығын отпускать еткен да ол әйелше. Енді ойламаймын мен, енді болса болады, болмаса көреміз, енді бала туралы вообще ойламаймын дегенде былай отпускать етіп өзінен неғып жіберген да, жіберген, короче, сол желаниясын бәрін. Бірақ истихфар салауатын үзбеген, 5 уақыт намазын оқыған, тахаджуд намазын оқыған, одан кейін жаңағы дұха намазын оқып бастаған. Сөйтіп дұха намазында бір күні оқып жатқан кезде 9-12 кейін оқылады ғой, сол күні бүйтіп тілепті бұл қыз ше. Аллах Тағала мен кешке дейін, түнге дейін мен 2 қабат екенін білейін деген ғой. Дұға намазын оқығанда өзі. Сөйткенде мен осы 2 қабат екенін білейін дегенде. Сөйтіп бірақ түнде ойланыпты, мен қазір тест салсам түнде көрсетпеуі мүмкін депті да. Сөйтіп азанда тест алыпты. Сөйтті да бір полоскасы енді шығып атқан екен, сөйтіп мусорға лақтырып тастапты. Қой берші деп, постоянно сол алып жүрген тестім ғой деп мән бермеген да, мусорға лақтырып тастаған. Сөйткенде хорошо, что сол ваннаның ішіне мусорный ящикке салып кеткен. Содан кейін жаңа қыз үйлеріне қонақ келген, енді сол қонақтар күтіп, әбір сөйтіп бесін намазын оқуға барып, сөйтіп дәрет алуға барып, жаңа мусорның ішінен көре салайыншы деп ашық баса, 2-ші полоскасы көрініп тұр дейді. Прикиньте, 2 полоска көрініп тұр дейді. Бір полоска көзге анық көрініп тұр, екіншісі былай бір қарағанда көрінеді дейді, сәл-сәл көрінеді дейді. Сөйтіп ана қыз в шоке болған ғой, енді маған айтып беріп жатыр. Сөйтіп не істерін білмей, сөйтіп үйдегілері жаңағы өзін туысқандарын, қайын жұртын шақырып, сөйтіп ойбай деп, сөйтіп жығылап, дірілдеп, сөйтіп сондай болған екен. Енді бұл оқиғадан не аламыз біз? Бұл қыз 8 жыл деді ма, кажется, 9 жыл деді ма, перзент көтере алмаған қыз. Сөйтіп Алланың қалауымен ол айтады, 100% дұға намазы жұмыс жасайды екен дейді. Дұға намазы мен сұрадым дейді. Аллах Тағала одан кейін бұл қыз беткен екен. Менің бір уағызым тыңдаған екен. Басқа біреулерге, басқа әйелдердің барлығына бала тіледі. Бірақ өзіне емес, соны тілей бердім дейді ғой дұғада.
тоқтамай тілей бердім дейді. Мен Аллах тағала барлық әйелдердің барлығына бала бер, перзент сұрап жүрген әйелдердің барлығына перзент бер етектеріне деп сұрадым дейді. Бірақ өзімді вообще ойлаған жоқпын мен дейді. Мен үмітімді үздім, короче дейді, бала көтеруден дейді да. И сөйтіп сол истихфар салауатымды үзбей тоқтамай жүре бердім дейді. Ойланған да жоқпын дейді. Сөйтіп сол отпускать еткеннен кейін бір айдан кейін болып тұр ғой мына жағы, түсінесіз ба? Сол үшін мына интернеттерде көп көретін болсаңыздар айтады ғой, вы должны не думать об этом дейді да. Мен қашан көтеремін, уф деп тест алып тексерме деп әбіржіп, ондай болмайды екен да. Ойламауыңыз керек екен. Бір Аллаға тапсырасыз. Аллах тағала мен саған тапсырдым деп, бұл жаңа қыз құсап тапсырған ғой Аллах тағала. Сөйтіп жаңа қыз айтып жатыр, менің дейді сол тест алғанға дейін бір апта бұрын ба, бір жарым апта бұрын ба, түнде ұйықтап жатқан кезде асқазанымды қатты ауырды дейді. Қатты прям бүріп ауырды дейді. Сөйтіп мен ертесіне тамақ жей алмай қалдым бір күн дейді. Бір күн бойы мен тамақ жей алмай қалдым дейді. Ана қайнатылған күрішті алып жедім дейді кішкене. Сөйтсем соның бәрі осыдан екен ғой дейді. Сол екіқабат болғаннан кейін екен ғой, мен білмегенмін да дейді. Үйде как положено тірк істеп жүрген, енді өз-өзімді күтініп жатырмын. Дұға намазын оқыңыздар деп сол қыз айтып жатыр барлықтарыңызға. Дұға намазы мен қазір осы YouTube каналдың астына ссылкасына тастап кетемін. Көбісі таппай жатыр екен. Қайдан табамыз осы ссылкасын деп. Мына астында еще деген жазылып тұрады. Еще деген басып қалсаңыздар видеоның астында. Сол кезде мына ссылкасы тұрады. Прям дұға намазының ссылкасы деген YouTube'ның значогымен тұрады. Қиын ештеңесі жоқ. Сіздер іздесеңіздер табасыз. Түсінесіздер ма? Содан кейін соны көріп оқысаңыздар болады. Енді ішіндегі сүрелер анық көрінбей жатса, Play Market'тен Жәннат Фердаус дегенді прям орысшалап жазсаңыздар, Жәннат Фердаус деген шығады. Соны скачать етіп алыңыздар Play Market'тен. Ішінде бүкіл Құран, бүкіл дұға, Алланың тосын көркемесі бәрі бар. Соның ішінен, сол мен айтып жатқан сүрелер жатыр. Дұға намазы, мен сол дұға намазына түсіндірген нешінші сүре ол, неше аяттан тұрады. Соны іздеп табасыздар да, соны жазып аласыздар. Сөздерді қарап оқи бересіздер. Жаңа қызы жаттамаған. Дәуіп жазып алғанда менен көріп, қарап оқи берген екен. Соны айтады, енді мен дейді Алладан сұрап жүрмін дейді, аман есен босанып алайын, аман есен қолыма алып алайын деп. Енді мен тек қана дұға намазын оқып, 5 уақыт намаздан бөлек соны Алладан сұраймын дейді. Сондықтан Алладан енді барлық нәрсені сұраймын деп, Алладан үмітімді үзбеймін деп, тек қана Алладан сұраңыздар деп сол қыз айтып жатыр. Басқа ешқандай тәуіп, мәуіп, анау-мынау емес, тек қана Алла береді екен деп, ол қызында бармаған жері қалмаған екен. Сондықтан дұға намазын оқыңыздар, видеоның астында ссылкасы бар. Және де сұрақтарыңыз болса, иншалла қойыңыздар, иншалла жауап беремін. Менде адам көп, инстаграмның ссылкасында астына тастап кетемін. Және де маған звондамаңыздар. Себебі мен әрқайсыңызбен сөйлесуге мен қолым босамайды. Тек маған жазасыздар, мен иншалла жауап беремін. Голосовоймен, печатныймен өздері теңіз. Мен енді печатныймен жазып отыратын уақытым жоқ, голосовоймен мен ответ жазамын. Вас миллион, а я одна. Сондықтан түсінуге тырысыңыздар. Және де міндетті түрде мен каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.